Сатылай кешенді оқыту технологиясының адами капиталды дамытудағы рөлі. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасының 76-шы қадамында айтылғандай, функционалдық сауаттылықты дамыту, оқыту стандартын жаңарту мақсатының бір тармағы білім беру технологиялары екендігі сөзсіз. Астана қаласының мектептерінде жаңа тарихи жағдайларда ұлттың дамыған мемлекеттердің 30-дығына кіру жөніндегі жоспарын жүзеге асыру барысында оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие бере отырып, құзыретті тұлға ретінде қалыптастыруда еліміздің білім беру жүйесінде оқыту технологиялары басшылыққа алынуда. Бүгінгі таңда еліміздің көптеген мектептерінде қолданыс тауып, білім сапасын жетілдіруге өзіндік үлес қосып келе жатқан алаш зиялыларының ағарту саласындағы озық ой пікірлерін басшылыққа алған технологиялардың бірі сатылай кешенді оқыту технологиясы. Технологияның мақсаты қазақ тілінде ойын жеткізе алатын, өз ана тілінде дітін орындата алатын, қазақтың тарихы мен мәдениетін меңгерген, жан-жақты білімді, мәдени ұлттық тұлға қалыптастыру. Технологиясының міндеттері. Әр пәннің мазмұнын ғылыми негізде меңгертіп, әр сөздің ішкі мағынасы мен қолданыстағы ерекшелігін жан-жақты түсіндіре отырып, сөз сырына бойлату арқылы оқушының танымдық дүниесін, өзіндік көзқарасын қалыптастыру. Пәнаралық байланыс арқылы ғылымдағы өзгерістер мен жаңалықтардың тоғысын зерделеуге үйрету. Сатылай кешенді талдау технологиясының ерекшелігі, оқу материалының жүйелілігі, бірізділігі, дағдыға басым бағыт беру, ұлттық құндылыққа ерекше орын берілуі. Оқу үрдісінде пәнаралық байланыстың мақсатты енгізілуі, оқытуды жеделдету, шығармашылық қабілетін дамыту, ғылыми ізденіске жетелеу. Сатылай кешенді оқыту технологиясы. 1-7 сыныптарда тіл дамыту, ана тілі, математика, дүниетану, орыс тілі, ағылшын тілі, тарих, география, биология пәндері бойынша оқытылуда. Сатылай кешенді оқыту технологиясы республика бойынша Астана, Алматы қалалары және Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Жамбыл, Маңғыстау, Қызылорда, Жезқазған, Павлодар облыстарында 1000-нан аса ұстаздар дәріс алып, іс тәжірибелерінде таратып жатса, сонымен қатар Моңғолия және Ресей мемлекеттерінде де таралған. Технология авторы Оразахынова Нұрша Алжанбайқызы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, Ресей жаратылыстану ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының вице-президенті, Райымбек ауданының құрметті азаматы. Жоғарыда айтқанымыздай, республикамыздың көптеген мектептерінде таңдау пәнін мұғалімдеріміз осы технологиямен оқытып келеді. Әр мұғалім өзінің қабілетіне, қолындағы материалдарына қарай бағдарламалар жасап, түрлі аудандық, облыстық жарыстарға қатысып, білім басқармаларының қолдауымен тәжірибелеріне енгізіп келеді. Атап айтар болсақ, 2013-2014 оқу жылынан бастап Астана қаласы білім басқармасының бұйрық негізінде Астана қаласындағы нөмірі 8 жалпы білім беретін орта мектеп, нөмірі 4 мектеп гимназия, нөмірі 66 мектеп лицейі және нөмірі 71 мөлдір балабақшасының мектеп алды даярлық тобы, ал 2014-2015 оқу жылынан бастап нөмірі 74 мектеп гимназия сатылай кешенді оқыту технологиясының тәжірибе алаңы болып бекітілді. Бұл технология бойынша мұғалімнің еңбегінің жемісі шәкіртінің білім нәтижесінен де көрінеді дейтін болсақ, жыл бойғы берілген білім, білік, дағдыны саралаудың да жолдары қарастырылған. Атап айтар болсақ, мектепішілік, қалалық, республикалық семинарлардағы ашық сабақтар, шеберлік сыныптары, ата-аналармен бірге өткізілген түрлі зияткерлік ойындар, пікір таластар. Солардың бірі жыл сайын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің қолдауымен Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясы мен Абай атындағы Қазақ ұлттық
педагогикалық университеті қазақ тілі теориясы және әдістемесі кафедрасының ұйымдастыруымен бірнеше жылдан бері өткізіліп келе жатқан мұғалімдердің форумы мен оқушылардың республикалық ауызша командалық олимпиадасы куә. Мұғалімдер мен оқушылар жыл бойы дайындалып, бірнеше кезеңдерден іріктеліп, республика деңгейіне шығады. Әр деңгейдің өзінің алдына қойған талаптары бар. Солардан сүрінбей өткен 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарлар ғана республикалық деңгейге жолдама алады. Оларға қазылық жасайтын жоғарғы оқу орындарының оқытушы профессорлары. Сондай өткізілген шараларға тоқтала кетсек. 2012-2013 оқу жылы республикамыздың бірнеше облысынан 25 команда, оның ішінде 8-і Астана қаласынан, 2013-2014 оқу жылы 43 команда, оның ішінде 26 команда Астана қаласынан. 2014-2015 оқу жылдарында барлығы 58 команда, оның ішінде 32-сі Астана қаласынан қатысып бірнеше жүлделі орындарға ие болды. Жылдан жылға бұл технология бойынша өткізілетін шараларға оқушылармен қатар олардың ата-аналарының да қызығушылығы артуда. Себебі балаларының туған тілінде айшықты да мәнерлі сөйлеп, өз ойларын еркін жеткізетіндігі ата-анаға үлкен қуаныш. Сондай жұмыстардың нәтижесінде 2014-2015 оқу жылында Нұрлы білім ұлттық интеллектуалдық рухани танымдық клубы құрылды. Клубтың мақсаты ана тіліміз арқылы жас ұрпағымыздың рухани танымдық көкжиегін кеңейту, білімді, зиялы ұлттық салт дәстүріміздің қадір қасиетін бағалайтын, бүгінгі қоғамның талаптарына толық жауап бере алатын биік тұлғалы азаматтар тәрбиелеу. Клуб арқылы тәрбиеленген жас ұрпақ ежелден айтылып жүрген оқушы, ата-ана, мұғалім деген үштік одақтың мақсатты түрде бірлікте жұмыс жасап, баланың шын мәнінде ұлт жанашыры, ата-ана қамқоршысы, елінің зиялы азаматы болумен қатар үлкендерге ізетті, кішіге қамқоршы болмақ. Осы аталған үрдістен шығу барысында бір жылдың ішінде оқушы, мұғалім, ата-аналар болып бірнеше шаралар өткізілді. Елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек дейді қазақтың кемеңгер ұстазы Ахмет Байтұрсынов. Ертең осы елге ел болып, ел тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушылары болғандықтан сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, ел қатарына қосу барша ұстаздардың борышы екені айқын. Абай атамыз айтқандай, ыстық қайратымызбен, нұрлы ақылымызбен, жылы жүрегімізбен бала жүрегіне жол тауып, елім дегенде еміреніп, жұртым дегенде жүгініп отырып қызмет ететін азаматтарды қалыптастыру жолындағы еңбегіміз жемісті де жеңісті болсын.